Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Ұстаз, осы Құранға деген, намазға деген ынтамыз болмай оқимыз ғой кейде. Соған қалай ашуға болады ынта құштарлығымызды? Уағалейкумассалам рахматулла. Құранға және де намазға деген ынта, иә? Құранға және намазға деген ынта қалай келеді? Кез келген нәрсенің қадірі оның қаншалықты екенін білген кезде ғана сезіледі. Мысалға, сіз далада сап-сары бір тасты көріп қалдыңыз. Оны қолыңызға алдыңыз да. Біреу келіп сізге алтын, бұл тас емес, бұл алтын десе, сіз ол тасқа ерекше қарайсыз. Неге? Сіз өйткені оның алтын екенін білдіңіз. Сіз Құран деп отырсыз. Құранға деген біздің неге отношениямыз дұрыс емес? Өйткені біз Құранның авторитетін білмей отырмыз. Құранның Құдайдың құзырындағы авторитетін білмей отырмыз. Намазға неге ынта жоқ? Өйткені намазға деген намаздың Құдайдың алдындағы авторитетін білмей отырмыз. Және де сол баяғы ескіріп кеткен, 10 жыл бұрынғы естіп кеткен бір информациямыз бар, уағызымыз бар. Сол ескірген уағызымызбен бұрын соңды бізге құштарлық берген, бірақ қазір құштарлық бермей солып қалып отыр сол бұрынғы информациямызды. Демек, не істеу керек? Адам жаңа информация іздеу керек. Демек, қорытынды, намаз және де Құран жайлы айтылатын уағыздар, оған қызықтыратын насихаттарды көптеп іздеп, тыңдау сіздің ынтаңызды ашатыны сөзсіз да. Ал менің намазға, Құранға ынтам болмай жатыр деп, намаз жайлы уағызды тыңдамау, Құран жайлы уағызды тыңдамау, бұл дұрыс емес істерден болып табылады. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил алямин. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейка. Алла баршаларымыздан разы болсын.